8 сыныптан бері, яғни оқушы кезінен бері қатысып келе жатырмын. Және мен өзім 9 сыныптан кейін колледжға келетін болғандықтан, өзім ойлаған болатын волонтерлік саланы алып кете аламын, барымен қарайта қалай жалғастырамын деген сияқты ойым болды. Бірақ қазіргі таңда жоғары инженерлік технология колледжінде есеп және аудит мамандығында 2-ші курс студентімін. Және осы колледжға түскеннен бастап мен волонтерлік саламен, яғни ерікті болып жүрмін. Және бұл мен ешқандай сабағыма кедергі жасап жүрген жоқ. Яғни біздің колледжіміз бұл волонтерлік саланы былай қарасақ студенттерге арнайы қылтып ұйымдастырған болатын. Яғни ешқандай сабаққа кедергі жасамайды, менің жеке өміріммен де араласпайды деген сияқты. Және бізде волонтерлік салада сіз айтып кеткендей түрлі жобалар, бізде семинарлар өтіп жатыр, және бізде тренингтер өтіп жатыр, және бизнес саладан да бізде қазір волонтерлар әртүрлі саладан келіп жатыр. Мысалы, Оралда Қазақстан студенттер альянсы шағын отбасымыз. Яғни бұл отбасыда айта кеткендей мен бухгалтер мамандығынан, мұғалімдер де кіре алады, сіз сияқты журналист мамандығында оқып жатқан студенттер барлығы волонтер бола алады. Және біз осы арқылы шағын отбасы құрып, өзіміздің елімізге, яғни жасыл қаламызға барынша көмегімізді тигізудеміз осы волонтерлік ұйым арқылы. Және бізде Қазақстан студенттер альянсы ол республикалық болғандықтан әрбір салада да Қазақстан студенттер альянсының ұйымдары бар. Және осы арқылы біз студенттер тек қана Орал қаласында отырып қана емес, мысалға Алматы, Түркістан, Ақтауға да шығып келген болатынбыз. Осы арқылы қаланың түкпір-түкпіріне біз жаңадан достар тапқан болатынбыз, отбасы тауып, және осылай өзіміздің ортамызды және осылай сөйлеу жүйемізді дамытып, әрмен қарайта өсіп келе жатырған студенттеріміз. Және айта кететін болсақ, бізде алда уақытта Қазақстан студенттер альянсының алда болатын ол шаралар, яғни тәуелсіздік ұрпақтар гранты бар.